Бүкіл телеарналардың журналистері жүргізушіден интервью алайық деп барса, жүргізуші құдалықтан шыққан, өшіп қалған дейді. Терезесін жайлап түсіріп кешіріңіздер. Бұл кешегі поезд деген екен. Сол секілді мінеки, азанда шақырсаң түсте шақырсаң үште шақырсаң бесте шақырсаң кешке шақырсаң түнде шақырсаң күнде келетін қазақпыз. Қазақ бұлай оқысаң да қазақ, бұлай оқысаң да қазақ. Қазақ Африкада да қазақ деген сол қазақтың бірі. Бүгін Әмза атты қазақтың шаңырағында ұланасы той. Әмза қазақтың құрметіне қазақшалап бір қол соғып қойыңыздар ағайын. Қадыр ағамыз айтқан екен, қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдағилары құдайындай сыйлайтын деп. Бүгін мінекей тойымыздың төріне келіп жатқан барша мінекей құдаларымыз, құдағиларымыз әрине сіздерді осы әулет сыйлап, тамаша төрден орын беріп жатыр. Әрине орындарыңыз әрқашанда осындай төрден болсын дейміз, той құтты болсын дейміз. Ал енді мынау құрметті көпшілік, бізде қазақта той көп, бірақ құдасыз той жоқ деп жатамыз. Құдай қаласа, мен бүгінгі құдалығымызды тамаша әсем тілектермен әспеттесем, әрине қазақ дейтін халқым бар, дастарханын жимаған, қазақ дейтін халқым бар, қыз баласын сыйлаған, қазақ дейтін халқым бар, өзегін өлең қинаған, қазақ дейтін халқым бар, құдағиларын құдайындай сыйлаған десек, неге тойымыздың төріне келіп жатқан осындағы жас үлкен құдаларымыз келіп жатыр, құдағиларымыз келіп жатыр. Сол кісілерге тамаша тілектің көшін бұрып, бүгінгі құдалығымызға тамаша тілектерімізді ұсынсақ деп жатырмыз. Құдай қаласа неге бойыңыздан қуат, жүзіңізден шуақ кетпесін. Шаңырақ құрған екі жас өсіп өніп көктесін. Осындай құдалығымызға ат салысып келіп жатқан Ақжаулықты анамыз бұл өмірде 110 жасқа келгенше өтпесін деп бір қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Тамаша тілек болды. Әрине жақсылап тыңдап отырған ағайын қол соғып отырдағы, тыңдамай отырғандар не деді деп жатыр. Енді тыңдап отырыңыздар. Тамаша мінеки тілегімізді осындағы жас үлкен аналарымыздан жалғайық. Той құтты болсын. Ай, бәрекелді, тамаша тілегін арнап жатыр. Жас үлкен алдында бір төбе, олар кеткен қызметінде мәртебе. Бәрекелді балам десе болғаны бақыт құстың қолына кеп қонған дейді. Неге осындағы жас үлкен, әулие үлкендер құдаларымыз бен құдағиларымыз әдемі ақ тілегін арнап өтті. Иншалла қабыл болсын дейміз. Жастар бақытты болсын. Ал енді неге Қай бар ма? Ал қалқым жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың? Қауышпағалы көп болдай сағынып қолдау жанымсың. Сендер деп жырлап өтейін, кеткенше бойдан әл күшің. Ұлыңды ақын еткізген, өздерін берген алғысың. Сендер деп жырлап өтейін. Біз жесек шама келсе жылқы жейміз, оғанда үргімейміз. Жылқыға шама келмесе сиыр жейміз, оғанда түйілмейміз. Сиыр болмаса қой жейміз, халықта болсын той дейміз. Қойға шама келмесе тауық жейміз, қол аяғын шауып жейміз. Әйтеуір не жесек те адал бейнетімізбен тауып жейміз ағайын. Өтер ханды қарада, қарақшының басы қалар далада. Туған елім, туған жерім, туған тіл. Осылардың алдында барлығы да садаға. Азабы болып кеп тұрмын, әмізде дейін ағама, Дина дейін анама. Әмізде ағам тойғылды Қаныбек дейтін балаға. Осындай тойлар көп болсын оңтүстік дейтін далама, Шымкент дейтін қалама. Құтты болсын тойларың, екі жас бақытты болсын деп бір қол соғып қойсаңыздар бола ма ағайын? Бәрекелді, рахмет. Баяғыда бір жас бала айтып жатыр дейді, ауылдан адам басқарады, адамда үйге келген соң апам басқарады деп. Құдай қаласам неге әуелі Алла, содан соң сіздер ұштас етсеңіздер, осындағы ағышқыптердің әулетіндегі ұланасыр, құдалық тойды мен басқаратын жайым бар. Жер астынан жік шықты, ек құлағын тік шықты, көк костюмның ішіндегі беті жылтыраған сар бала кім демеңіздер ағайын. Мыңның затын білгенше бірдің атын біл деген қазақ. Әрине той жасау қазағымның құрметі ғой, той беру ата-ананың міндеті ғой. Таныстырып өтейін өзімді елге, танысу пайғамбардың сүннеті ғой. Тұяғының бабалар тұлбарының, биік
ұшқан даланың сұңқарымын, Сахарадан сауықты іздеп өткен, орда жүз қоңыраттың ұрпағымын. Әкем жайлы толғасам тілеу берген, қонағына қастерлеп төрін берген, анамның атыл жарқын олда көпшіл, маған сол ата-анамның жолын берген. Асап өтіп салған соң алақанға, аянып қалалмаспын барымды елден, Бадыр баба шембеттің ұрпағымын, баба рухы жүрекке жалын берген. Әнші биші ақынның құт мекені, шыққанмын түлкібастай дарынды елден. Дарынды адам қарынды болады ғой, содан ба Алла аздап қарын берген. Той десе томпаңдаған бір қазақпын, аты жөнім Имашев, алда берген ағайын. Маған да бір қол соғып қойсаңыздар, простой тамада болған соң мәсіп боламыз сізді. Рахмет, Құдай қалса, неге әрине сіздердің шапалақтарыңыз бізге деген баталарыңыз деп түсінеміз ағайын. Құдай қаласа, неге қазақтың осындай құдалық тойлары, жалпы неге басқосу үйлену тойлары, бұл мынау біздің қазақтың бағына біткен тойлардың бірі және бірегейі деп есептейміз ағайын. Мынау осындай тойларымызға келіп, біз сияқты жастарға баласыменен дем беріп жүретін әрине ақсақалды аталарымыз аман болсын. Әрқашанда бала мен немеренің қамын ойлайтын ақжаулықты, алдын құрсақты аналарымыз аман болсын. Адуынды заманымыздың нар жүгін арқалап жүрген ат бала замат ағаларымыз аман болсын. Сол ағаларымыздың нәзігі болған, Ағудаудың қазығы болған, үйіне барсаң дастарханында 90 түрлі мәзір болған, жаны жайсаң жеңгелеріміз аман болсын ағайын. Әрине тыныш заман болсын, елімізде кереметтей қоғам болсын дейміз. Мынау Алла тағаланың өзі әр елдің мінезіне қарап әртүрлі болмысты нәсіп еткен деп жатады. Мысалы, еврейге ұшқыр оймен ойлауды берген, орысқа кең байтақ жер қойнауды берген, қырғызға жанындағы жайлауды берген, өзбекке көп сөйлеумен сайрауды берген, ал біздің қазаққа побыт тапса тойлауды берген дейді ағайын. Құдай қаласа баршаларыңыздың побыттарыңыз көп болсын, уайым қайғыларыңыз жоқ болсын. Алла тағала баршаларыңыздың шаңырақтарыңызға осындай тек қана жақсылықтарды, тойларды, жақсы істерді нәсіп етсін деген тілегіміз бар. Ал енді мынау құрметті көпшілік, ардақты ағайын, мен енді бүгінгі кереметтей құдалығымызды әрімен қарай тамаша, әсем тілектермен әспеттегенді жөн санап жатырмын. Әрине құдаласқан көздерде күн күледі, күн деген жылылықты білдіреді. Пұл жүрмейді, арада гүл жүреді, қыз жүреді және де ұл жүреді. Қазағымның құрметінен құралатын құдалықтың ғұмыры мың жыл еді дейді қазақ. Сол мінекей мың жылдығымызды алға тартып келіп жатырған әрине осындағы жаңа құдаларымыздан келесі кезекте тілегімізді жалғасақ, тілектің арнасын бұрсақ деп жатырмыз.